Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызды келе жатқан 2024 жылдарыңызбен құттықтаймын. Алдыңғы айда белгілі себептермен мен астрологиялық жұлдызнама шығармаған болатынмын. Ол туралы мен пост жазған болатын. Енді өз-өзіме келіп, сіздерге 2024 жылы тоқты белгісіне арнап қаңтар айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Желтоқсанның 10 күні бізде Меркурий планетасы ретро қозғалысқа кірген болатын. Және 2 қаңтар күні ол ретро қозғалыстан шығатын болады. Жалпы Меркурий планетасы жылына 2-3 рет бізде ретро қозғалыста болады. Меркурийдің ретро кезінде бірдемені сатуға, сатып алуға кеңес бермеймін. Және де транспорт жүйелерінде кішкене ақаулар болады. Осы кезде жаңағыдай автомобиль сияқты транспорттық, техникалық жүйелерді сатып алмау керек. Және осы кезде сондай нәрселер бұзылып, жаңағы ақаудан шығып, істен шығып жатады. Жалпы Меркурий адамның ақыл, ой, мышлениясына жауап береді, сөйлесуіне жауап береді. Осы кездері кішкене біреулермен сөйлесу, контакт жасау кезінде кішкене қиыншылықтар болуы әбден мүмкін. Бірақ 2 қаңтардан бастап Меркурий алдыға қарай жүретін болады. Ол тауешкі белгісінде алдыға жүре бастайды. Тауешкі белгісі жалпы өте қатал, сондай барлығын орнымен жасайтын белгілердің бірі. Сондықтан Меркурий планетасы тауешкі белгісіне кіргенде адам бірден өзін есін жинап алады. Яғни бірден ойындағы ойларының барлығы жаңағы по полочкам дейді ғой, по полочкам түсетін болады, орнына өзін ойын жинақтайтын болады. Және де сол бойынша ары қарай қозғалатын болады. Яғни оның жаңағы аузынан шыққан сөзі болсын, айтқан сөзі болсын, барлығы жаңағыдай өте бір керемет болады деп айтпақшымын. Жалпы 5 күні бізде Марс планетасы, сіздердің планеталарыңыз өз белгісін ауыстыратын болады. Ол тауешкі белгісіне кіреді. Сіздердің 10-шы секторларыңызға, домдарыңызға кіреді. Жалпы Марс планетасы сіздердің планеталарыңыз, ол деген өте энергичный, активный, тек алдыға ұмтылатын, барлығын тез-тез істеуге ұмтылатын планеталардың бірі. Сондықтан бұл жерде 10-шы дом дегеніміз өте керемет домдардың бірі. Бұл карьера, жетістік, жаңағы астрологиялық жұлдызнамадағы ең биік нүктелердің бірі. Жалпы осы жерден басталады, және де 2-ші жағы бар, 10-шы домның, ол жаңағы гороскоптың ең биік нүктесі және түскен жері, гороскоптың төмен қарай түсетін жері. Сондықтан бұл жерде сіздер өзіңіздің болашағыңызға бір четкий план құруыңыз мүмкін. Немесе сіздер бұл жерде өзіңіздің жетістігіңіз, карьераңызбен жұмыс жасайтын боласыздар. Және де бұл жерде сіздер бір подиумға қарай, өрге қарай жүре бастайсыздар. Марс енді бұл өте импульсный планеталардың бірі. Бұл жерде сіздер энергияларыңызды қор бекерге шашпай, соны бір белгілі бағытқа, қай бағыт екенін айтып отырмын, именно жұмыс, жетістік, карьера, мақсаттарыңыз, статусыңызға қарай жұмсауыңыз керек. Өйткені сіздердің Марстарыңыз тауешкі белгісінде. Жалпы тауешкі белгісіндегі Марс өте айтқаннан қайтпайды. Жалпы Марс планетасы бұл өзі де айтқаннан қайтпайтын сондай тоқты белгілері, сондай жандарды айтқаннан қайтпайды. Өзін айтқанымен ғана жүрем дейтін адамдар. Тауешкі белгісінде сіздерде кішкене қырсықтық пайда болады. Мысалы, сіздерге басқа біреулер жөн көрсетіп, жаңағыдай ақыл айтып жатса, сіздер кішкене қырсықтыққа басуларыңыз мүмкін. Өйткені тауешкі белгісіндегі Марс кішкене сіздерге қырсықтық береді. Жаңағыдай бір тастың үстін балтамен ұрғандай боласыздар да, ол жерден ештеңе шықпайды, бірақ сіздер қырсықтыққа басасыздар да. Сондықтан барлығын рационально, өте ойланып,
шешулеріңіз керек. Қандай бағытты алып жүресіздер, иә? Соны дұрыстап шешіп алғандарыңыз дұрыс. Жалпы Марс планетасы бізде 1,5 ай бойы осы сіздердің 10-шы домдарыңызда болады. Сондықтан Марстың энергиясын дұрыс бағытта пайдалануларыңыз керек. Одан кейін 7-8 қаңтар күні бізде Меркурий планетасы мен Нептунның арасында квадрат аспекті болады. Бұл кішкене напряженный аспект. Кейбір жұмыстарда кішкене шиеленісуі мүмкін, кейбір жасап жатқан жұмыстарыңыз. Және де Нептун планетасы болғандықтан бұл жерде бір құпиялар ашылуы мүмкін. Сізден жасырған, немесе сіз байқаймай қалған, немесе сізге айтпай жүрген сондай бір құпиялар ашылуы мүмкін. Бұл жерде Нептун планетасы болғандықтан Меркурий екеуінің арасындағы энергия, бұл жаңағы көбінесе Меркурий сөйлесу, басқа адамдармен контактировать ету. Сондықтан басқа адамдармен контакт жасағанда, егер сізде бір келіссөздер болып жатса, біреумен бір нәрсені шешу керек болса, сөйлесу керек, бір важный разговор дейді ғой, важный разговорларыңыз болса, бұл жерде осы 7-8 күні күте тұрғандарыңыз жөн. Өйткені Нептун планетасы сіздердің ойларыңызға, түп санаңызға кішкене туманный бір күмәндар, күдіктер ұялатуы мүмкін. Көбінесе ойыңыз шашыраңқы болып, Меркурий негізі адамның ойы, ұшқыр ойына жауап береді ғой. Ал бұл жерде Нептун планетасы мен аспектта тұрып, напряженный аспектта тұрып, сіздердің ойыңызды шашыраңқы қылуы мүмкін. Осы 2 күн бойы өздеріңізді кішкене потерянный сияқты сезінуіңіз мүмкін. Сондықтан бұл кезге жаңағыдай бір керемет сондай бір сөйлесулер болса, бір жұмыстарды шешу керек болса, ондай мәселелерді кейінге шегергендеріңіз жөн. 9-нан кейінге, 9-на. Одан кейінгі келесі аспект бізде 9-12 қаңтар күндері болады. Бұл жерде бізде керісінше жақсы аспект болады. Бұл жақсы аспект күн планетасы мен Уран планетасының арасындағы тригон аспекті. Енді бұның тригонды біз гармоничный аспект дейміз. Осы күндері сіздер мысалы жаңағы бір сөйлесулеріңіз болса, біреулермен кездесулеріңіз болса, бір шешетін мәселелеріңіз болса, осы 9 мен 12 күн аралығына жоспарласаңыздар болады. Өйткені күн планетасы бұл сіздердің энергияларыңыз, сіздердің өздеріңіз, сіздердің қандай екеніңіз. Сондықтан осы күндер сіздер өздеріңізді өте жақсы көрсете аласыздар. Және де өзіңіздің ойыңыздың шексіз екенін, жаңағы мотивацияңыздың жоғары екенін өзіңізге қарама-қарсы отырған адамға, немесе сізбен сөйлесуге түсетін адамға көрсете аласыз. Жалпы өзіңіздің қандай екеніңізді, өзіңізді жақсы жағынан, бір неординарный жағынан көрсету мүмкіндігіңіз бар. Одан кейін Уран планетасы осы күндері сіздерге сондай бір керемет ойлар береді, керемет бір идеялар беруі әбден мүмкін. Одан кейінгі келесі аспект 11 күні болады. 11 күні бізде жаңадан ай туады. Жаңа ай туған кезде мен әрдайым айтамын, жаңа энергия туылады, жаңадан адам қадам жасайды деп. Және де осы тауешкі белгісінде туылатын болады 10-шы домдарыңызда. Осы айда сіздер үшін 10-шы дом, 10-шы сектор жалпы маңызды болып тұр. Тауешкі белгісі маңызды сіздер үшін. Өйткені көптеген жеке планеталар осы 10-шы домдарыңызға кіретін болады. Сол жерде жаңағы өздерінің аспекттарын жасайтын болады. Сондықтан карьера мәселесі, статус мәселесі, кейбір адамдар үйленем, тұрмыс құрам деп жүрген адамдар болса, өте қолайлы кезең. Одан кейін осы жаңа ай сіздердің 10-шы домдарыңызда туғандықтан бұл жерде өзіңіз жаңадан жаңағы тұрмыс құруға, үйленуге қадам жасайсыз, немесе өзіңіздің статусыңызды өзгертесіз, бәлкім сіздің жұмысыңызда жаңағыдай бір повышениялар болуы мүмкін, жұмысыңыз жаңа бір бағытта жұмыс істей бастауы мүмкін, немесе сіздің жұмысыңыз басқа бір салаға ауысуы мүмкін, жаңадан сіздерге бастықтар келуі мүмкін, тағайындалуы мүмкін деген сияқты, немесе сіздерге бір премия беруі мүмкін, жаңа жұмыс
жобасын, жаңа жұмыс күнтізбесін енгізуі мүмкін. Осы кезде сертификат, лицензия алуы мүмкін. Кейбір адамдар көптен бері ала алмай жүрген болса, сондай бір сіздерге маңызды госоргандардан бір құжат алуыңыз мүмкін. Жалпы өзіңізге байланысты 12-сі күні бізде Марс планетасы мен Юпитердің арасында трион аспекті болады. Бұл өте гармоничный аспект. Марс пен Юпитердің қосылуы өте гармоничный, өйткені екеуі де сондай бір жақсы планеталарға жатады. Марста енді кішкене агрессивный нәрсе бар, бірақ бұл жерде өздеріңізге көп алып қоюларыңыз мүмкін осы кездеші. Өйткені Марс деген сіздердің планеталарыңыз өте энергичный, активный планета болғандықтан кейбір жұмыстарды шамасы келмейтін жұмыстар болсын, немесе сізге вообще жақпайтын, сізге сәйкес келмейтін бір жұмыстарды өзіңіздің мойныңызға алуыңыз әбден мүмкін. Бұл жерде Марс планетасы сіздердің 10-шы домдарыңыз, ал Юпитер планетасы 2-ші домдарыңыз болғандықтан бұл жерде бір ақшалай салымдар болуы мүмкін. Сіздер мысалы өзіңіздің жаңағы қаржылық жағдайыңызға қарамай өте бір қымбат дүние алуыңыз мүмкін. Өзіңізге керек бір нәрсе алуыңыз мүмкін. Сондықтан бұл жерде кішкене бюджет мәселесінде абай болуға тура келеді сіздерге. Одан кейінгі келесі аспект бізде 14-ті күні болады. Меркурий планетасы 10-шы домдарыңызға кіреді. Айтып отырмын, 10-шы домға көптеген жеке планеталар кіретін болады. Жалпы тауешкі белгісі сіздерден жаңағы ары-бері қозғалып, ана жұмысты бір түртіп, мына жұмысты бір түртіп, тамтықсыз бір жұмыстар істеуге тыйым салып тұр. Бұл жерде тауешкі белгісі жалпы адамнан бір жаңағы табандылықты талап ететін белгілердің бірі. Сондықтан бұл жерде бір жұмыстар істейтін болсаңыз, кішкене шыдамсыздық танытпай, кішкене табанды болуға шақырады тауешкі белгісі. Меркурий планетасының 10-шы домға кірген кезінде адам өзінің қаржылық жағдайын, жалпы өзінің жаңағы карьерасында, немесе жұмысында, бизнесында өзінің дамып жатқанын, ол тек қана ақшалай емес, жалпы сіздер өздеріңіздің ой-өрістеріңіздің, жалпы біліміңіздің жоғарылап жатқанын сезінесіздер осы уақытта. Өйткені бұл жерде Меркурий планетасы Сатурнмен гармоничный аспект жасайтын болады. Жалпы тоқты белгісі кішкене шыдамсыздау белгілердің бірі, сондықтан бұл жерде Меркурий планетасы жаңағы тауешкі белгісінде тұрып, тауешкі белгісінің управителімен, Сатурнмен өте жақсы бір аспектта тұр. Бұл аспект сіздерге не айтқысы келеді? Тауешкі белгісінің табандылығын талап ететін болады. Сол кезде сіздердің өзіңіздің қаржылық жағдайыңызда, өзіңіздің ішкі жағдайыңызда, жалпы ментальный жағдайыңызда өте жоғары болатынын айтқысы келіп тұр. Одан кейінгі келесі аспект бізде 20-сы күні болады. 20-сы күні бізде күн планетасы 11-ші домдарыңызға суғиғыш белгісіне кіретін болады. Күн планетасы бұл сіздердің эголарыңыз. Бұл жерде 21-і күні күн планетасы Плутон деген мощный планетамызбен соединениеде болады. Аспект сіздерге не айтқысы келеді? Бізде Плутон бұл трансформациялық энергия болса, күн планетасы бұл сіздер. Өздеріңіз, өздеріңіздің таңдауларыңыз, сіздің шешімдеріңіз. Яғни бұл аспект бізде жылына бір рет қана болады. Бір жылдың ішінде сіздерге мүмкіндік береді. Жалпы сіз өзіңіздің айтқаныңызбен, өзіңіздің жоспарыңызбен, өзіңіздің армандарыңызбен жүресіз бе, әлде сіз жаңағы по умолчанию дейді ғой, өзен ағысы, өмір ағысына өзіңізді тапсырасыз ба, яғни барлығын по умолчанию жасайсыз ба? Осы жерде сіздерге осындай бір таңдау келеді. Жалпы сіз осы аспектті пайдаланып, өзіңіздің өміріңізді өз қолыңызға алуыңызға болады, және өзіңіздің өміріңіздің сапасын өзгерту әбден сіздің қолыңыздан келеді осы кезде. Одан кейін Плутон планетасы сіздердің 11-ші домдарыңызға кіреді. Яғни Плутон планетасы 11-ші домда болуы бұл интернет, социальный өмір адамның. Яғни сізге көбірек социализироваться ету керек. Жалпы көп адамдармен араласу керек. 11-ші дом жалпы көп группадағы адамдар, көп адамдарға жауап береді.
Сондықтан бұл жерде сіздерге Плутон планетасы көбінесе социализироваться ету керегін айтып тұр. Мейлі сіздер социальный өмірге араласуыңыз болуы мүмкін бұл, мейлі бұл жаңағы сіздің блог жүргізуіңіз мүмкін, жаңағы социальный сет жүргізесіз, мүмкін өзіңізге бір жаңадан парақша ашасыз, немесе бір социальный сетта, сіз жоқ социальный сетта өзіңіздің бір каналыңызды немесе парақшаңызды ашуыңыз әбден мүмкін. Және де сіздерде осы кезде көптеген достар пайда болуы мүмкін. 11-ші дом бойынша бұл достар жаңадан круг общения дейді ғой, жаңа араласатын адамдарыңыз пайда болуы әбден мүмкін. Одан кейін 25 күні бізде ай толатын болады. Ай толған кезде біз бір қорытынды жасаймыз, бір кульминацияға келеміз деп айтамыз. Жалпы осы жолы ай сіздердің 5-ші домдарыңызда Арыстан белгісінде толатын болады. Енді бұл жерде сіздер көптен өздеріңіз жаңағы ойлап жүрген бір шешімдерді нақты қабылдауыңыз мүмкін. Және де бұл шешімдер сіздердің балаларыңызға қатысты болуы мүмкін, немесе сіздің романтикалық партнерыңызға қатысты болуы мүмкін. Жалпы сіздер бір жаңа уровеньға кезеңге өтуіңіз мүмкін өзіңіздің романтикалық партнеріңізбен. Бұл сіздің жаңағы үлкен балаларыңызға байланысты бір шешімдер болуы мүмкін. Олардың мектебі болуы мүмкін, немесе студент балаларыңыз болса, солардың бір жаңалықтары болуы мүмкін сіздерге. Осы кезде өзіңіздің балаларыңызға көңіл бөлу керек. Одан кейінгі келесі соңғы аспект бұл 27-сі күні болады. 27-сі күні Меркурий мен Марс планетасы және Уран планетасының арасында өте гармоничный аспекттар болады. Уран планетасы көбінесе адамдарға бір квантовый скачок жасауға көмектеседі. Сондықтан бұл аспект өте гармоничный. Сіздер жалпы 10-шы дом деген айттым ғой бағана, сіздердің карьераңыз, жетістіктеріңіз, жұмыстарыңыз, бизнестарыңыз, немесе сіздің статустарыңыз, қоғамдағы орныңыз. Осы мәселеде сіздерде бір квантовый скачок жасауға өте жақсы кезең болып тұр. Сондықтан осы конфигурацияны пайдаланып, осы уақытты пайдаланып, өздеріңіздің импульстарыңызды пайдаланып, бір карьераңызда, жұмысыңызда квантовый скачок жасауларыңызға тілектеспін. Жалпы қаңтар айына арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз осындай. Оны айтып қою менің міндетім. Барлығы адамның өзіне байланысты, қандай энергияны қалай пайдаланатыны ол әр адамның өзінің еркінде. Ең бастысы бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.